Ассалаумағалейкум, мотосүйер қауым, сіздермен Bamix YouTube арнасы. Бүгін бізде X88 және X11 модельдерін алып жолға шығайын деп жатырмыз. Сіздер үшін тест-драйв және шолу жасайтын боламыз. Көріңіздер, күшті жерлерге баратын боламыз. Academy automatically had to be carrying automatic spraying sporadic and accurate clips to the back of it, barrel cocking immaculate. Learn to move packages in and out of Los Angeles. We savages, busting off rounds, spraying banana clips, knocking pounds off them like Anna Nicole Smith. Shit, I'm in the hood, walking with choppers, cocking and popping and coppers. Glocks be talking like blockity block blocker. I probably pop Hoffa and possibly just forgot where I tossed them. This nigga's obnoxious. Me and Top got your bitch in the cockpit. She want a pit stop just to see how the cops spit. These bosses deposit the profit, then watches we copping on top of the ostrich and foxes. I used to be a little bastard with stress. Now I'm a boss where I'm from with Alaska on my chest. Yes. See, I know you like my swagger. You know I'm strapped when I come through. Chain hanging like Alibaba. You know me, you know how I do. The way that I move, nigga, you never gon' get it. Cause I'm too smooth, nigga, you never gon' get it. I thought you Қолым тастау қарамайды екен. Айдаған өзінен бөлек ләззат алады. Who in the hell left the gate open? I put it down for the wild, wild west like the 1800s in them stagecoaches. If I ain't strapped in my blaze poking, if it ain't a 600 big body, the 6'400 spoken. The drama spokesman, streets endorsed them. I'd rather be opening up my 9 and closing my coffin. I'm from West Covina, this ain't Compton. Still money passed around like we taking the offering. I'm something like a phenomenon. When they see the sad, happy faces, then they know that the drama's on. It's the West Coast back at your front door. We up close and personal, ain't done till the curtains close. Could be friend or foe, love it or hate it. I'm the king, but I play with the aces. Run up to find out, I keep it loaded like bases. Get wise in your mouth and these ain't braces. Hey. see, I know you like my swagger. You know I'm strapped when I come through. Chain hanging like Alibaba. You know me, you know how I do. The way that I move. Міне біз түсірілім алаңына келдік. Өздеріңіз білетіндей, Қонаев қаласы Қапшағайдың жағасына келдік. Қапшағайдың жағасында осы мотоциклдерді құмға айдайтын боламыз. Қазір біріншіден келе салып айдап көрдік. Өзіміз өте керемет сезім екен. Бірақ X88 классик модельдері құмға арналмаған екен. Олар далалық, қалалық жерлерде жүргенге арналған екен. Бұл 250 кубты X11 моделі. Бұл X11 моделімен мына жерде жүрген. Ол нағыз құм, тас, тау қарамайды екен. Айдаған өзінен бөлек ләззат аласың да. Мынау дәл сонда X88 моделі 150 кубты, мынау 200 кубты. Ал мына мотоцикліміз X11 моделі дәл осындай 250 кубты. X88 моделі неге құмға арналмаған, ауылға арналған, қалалық, далалық жерге арналған деп жатсаңыздар, құмда жүрісін бір көрсете салайын. Тығылып аса жүре алмайды екен бұл құмның үстінде. Айналдырам ба деп болмай қалды. X11 моделінің тығылып жүре алмағанын көрдіңіздер, бірақ жүре алмайды емес, жүре алады. Бірақ кішкене қиналып тығылып жүреді.
байқамасаңыздар мотоциклмен жүрген өте қауіпті. Сондықтан да қауіпсіздік шарасын міндетті түрде сақтап жүрейік. Енді X11 моделіне келетін болсақ, алдарыңызда 250 кубты штановый мотормен, балансировочный валымен X11 моделі. Балансировочный вал жақсы қызметін атқарып тұр. Мынандай жерде саныңызға вибрация бермей, үстінде отырып дірілдемейсіз. Қазір мен X11-дің жүрісін көрсетіп жіберейін енді. Өте керемет сөз. Дауысының өзі бөлек қой. Көргендеріңізде X11 моделінің жүрісін көрдіңіздер. Мощный екен. Өзіме де ұнап жатыр. 250 кубты. Қарасаңыздар, артқы дөңгелектерінің протекторлары дәу-дәу қалың. Қарасаңыздар, 110-да 118 размерде артқы дөңгелегі. Спицмен болады, баллондар қалың, сондықтан да қазбай, алда тартыс керемет болады. Алдыңғы дөңгелегіне келетін болсақ, 80-де 100-де 21 размері. Бұл артқы дөңгелекке қарағанда жіңішке болады, кішкене. Протекторлар кішкентай болады содан кейін, артқы дөңгелектен қарағанда. Алдыңғы пластмастары жұмсақ болады. Жалпы құмды жерде жүргенге керемет мотоцикл екен. I'm so done, I take my blood and drop that in your bin. I've been thinking about your life since I was just a kid. Pussy niggas always talking cause they got no bling. I don't worry about no bullshit unless you take my ring. Let me die, let me die, let me die, bitch. Let me die, let me die, let me die, bitch. Let me die, let me die, let me die, bitch. Let me die, let me die, let me die, bitch. Ay, roll with 40 niggas anywhere I go with gang. I don't do no talking, all these pussies know my name. You said that you love me, I'm your light skin over Kanye. All you do is tell me lies and who's to blame. Watch me drown inside your mind, I gave you all my shit. Ride me through the night, little bitch, I know you like this. Көргендеріңізді екі адамды да смело тартып жатыр ғой. Енді мен де көргендеріңіздей мотоциклға деген аса опытым жоқ. Сонда да барынша тырысып айдап жатырмын. Көңілдеріңізден шыға алмай қалсам ренжімеңіздер. Осы біздің X11 моделіміз. Ал енді мен сіздерге X11 моделіне қысқаша шолу жасай кетейін. Ең бастысына келетін болсақ, моторы 250 кубты штановый мотор, балансировочный валымен 16,5 аттың күші бар. Қарасаңыздар, алдыңғы дөңгелек 80-де 118 размерде спицмен болады, тормоздары дискімен. Артқы дөңгелегі 110-да 100-де 18 размерде. Яғни дөңгелектің домалақ размері кішірек болады да, бірақ жуандығы қалыңырақ болады артқы дөңгелектің. Спицмен жүреді, тормоздары дискімен. Цептарына келетін болсақ, цептары сары цеп, күшейтілген түрде жасалған 520-лық. Кезекте амортизатор, қарасаңыздар, усиление болып жасалынған. Кез келген толқын, волна, құмның үстіндегі жаңағын бәрін жұмсақ қабылдап жатыр. Өзім айдап көріп жатырмын қазір. Тоже ортасындағы амортизатор пружинамен күшейтілген түрде жасалған, ол да өте сапалы болып жасалынған екен. Қарасаңыздар, пластмастары майысқақ. Және де бага пластмастан жасалған. Сыйымдылығы 7 литр. Анау пластмас емес, қалың пластмас. Және фарында ақ билет лампочкасы орнатылған. Оңайшылықпен күйіп кете бермейді. Қарапайым лампочкалар сияқты. Глушителі алюминийден жасалған, сыртында қызмет үшін, аяқты күйдірмес үшін защиткасы бар. Және дауысы қатты емес, ақырын емес, құлаққа жағымды естіледі.
ләззат сыйлайды ғой дұрыс. Дауысын көріңіздер. At. Let me die, let me die, let me die. Then she